Многие ждут этого противостояния. Болельщики на трибунах, уважаемые телезрители, вы готовы? Ну тогда встречайте. В синий угол приглашается из Азербайджана Арзу Каримов. Арзу Каримов, Azerbaycan елінің өкілі, жасы 32-де, кәсіпқой деңгейде жекпе-жек өткізген, соның барлығында жеңіске жеткен спортшы, бірақ өз елінен асып шықпаған осы күнге дейін. Алғаш рет Azerbaycan сыртында кәсіпқой ММА-ден жекпе-жек өткізгелі отыр. Ал әуесқой спорттағы жетістіктерін көрдіңіздер. Кикбоксинг пен панкратионнан Azerbaycan чемпионы, Баку чемпионы кикбоксингтен. Дәл осындай ақпарат арқылы Арзу Каримовтың стилін түсінуге болатын шығар. Сәл уақыттан кейін октагонға беттейтін болады. Ал бұл жекпе-жек 77 келі салмақта өтетін болады. Арзу Каримов үшін әрине бұл өте жауапты жекпе-жек. Его соперник в красный угол октагона приглашается боец из Казахстана Еркебулан Тоқтар. Еркебулан Тоқтар, назарларыңызда 26 жасар қазақстандық спортшы, 4 жекпе-жек өткізген кәсіпқой деңгейде, соның 3-еуінде жеңіске жетсе, 1-еуінде жеңіліске ұшыраған. Аралас жекпе-жекке дейін бокспен айналысқан спортшы және бокста аймақтық турнирлерде жүлдегер жеңімпаз болған. Кәсіпқой деңгейде 2021 жылдың жазынан бастап өнер көрсетіп жүр. Тура 1 жылдай болып қапты. Соңғы жекпе-жек естеріңізде болса, Ташкентте өткен турнирде болған еді. Абдулазиз Сотволдиевке қарсы реваншта 2-ші раундта керемет есте қалатындай бір нокаут жасаған спортшы. Кейін күлі әлеуметтік желіге тарап кеткен еді бұл нокаут. Міне араға 3 айдан астам уақыт салып, Еркебулан Тоқтар октагонға қайта оралып отыр. Заглавный бой вечера. Давайте поприветствуем бойцов. Итак, синий угол октагона. Бойцу 32 года, рост 171 сантиметр, вес 75 килограмм. Чемпион Азербайджана по кикбоксингу, чемпион Азербайджана по панкратиону.
чемпион Баку по кикбоксингу. Профессиональный рекорд. 3 победы, ни одного поражения. Из Азербайджана Арзу Каримов. Его оппонент. Возраст бойца 26 лет. Рост 183 сантиметра. Вес 75 килограмм. Призер Алматы по боксу. Призер турниров Алматы по боксу. Призер Нур-Султана по боксу. Из Казахстана Еркебулан Тохтар. Рефери в октагоне Даулетбек Джакаев. Жауынгерлер ортаға. Жауынгерлер, ережен білемін. Арзу Каримов, Еркебулан Тохтар, алғашқы раундқа барлығы дайын. Еркебулан раундты, әсіресе алғашқы раундты өте жоғары қарқында бастайтын спортшы, сондықтан алғашқы секундтардан ақ мұқият болыңыздар. Бұған дейінгі жеңісті жекпе-жекті екеуін небәрі 20-30 секундта аяқтаған спортшы, сондықтан алғашқы секундтарда өте жоғары қарқында өнер көрсететін спортшы. Мұқият болай. Алғашқы раунд. Бірден ашық ұрысқа кірісті. Жалғастыра беру осындай мәнерде. Күреспеуге тырысатын болады әрине Еркебулан Тохтар. Тұруға мүмкіншілік береді ме қарсыласына? Әлде граунд планында жалғастыруға тырысады ма? Егер жалғастыра беретін болса, қазір Жақаевтың өзі де жекпе-жек барысына араласуы әбден мүмкін. Арзу Каримов те соққа алмасуға қарсы емес. Еркебулан біраз таңғалдырған сияқты, бірақ міне бірден аяқтан тұлды. Кикбоксингтен Азербайжан чемпион. Осымен аяқтау керекші. Берілді. Соққының бұл жерде нокаут емес, не болды екен? Шыны керек қазір мұқият қарайтын боламыз. Өзі бұрылып ішке жата қалды азербайжандық спортшы. Соққының салдарынан бір жері сынып кетті ме? Не болды екен? Ал Еркебулан Тохтарды кезекті жеңісімен құттықтаймыз, қалай дегенмен. Соққылардың салдары қазір мұрын сынған сияқты. Арзу Каримовтың мұрны сынған сияқты қазір дәл сол сәтте. Міне апперкоттың салдарынан көрдіңіздер ме? Артық болған артық соққылар әрине. Арзу Каримов онсыз да берілді. Рефери сәл үлгермей қалған сияқты. Қалай дегенмен бұл жерде Еркебулан басқа соққы жасаған жоқ, сондықтан спортшының денсаулығына қарсы зиян келмейді деп үміттенеміз. Ал Арзу Каримовтың тезірек сауығып кетуіне тілектеспіз. Еркебулан Тохтар кезекті жылдам жеңісіне қол жеткізіп отыр. 1 минуттай ғана жалғасқан сияқты бұл жекпе-жек. Самый быстрый поединок сегодняшнего вечера оформляет досрочную победу Еркебулан Тохтар в первом раунде. Отправляет в технический нокаут своего оппонента Арзу Каримова. Прямо сейчас официальное объявление победителя этого боя. Все внимание на экран. Аплодируем бойцам за столь красочный и зрелищный поединок. На 56-й секунде первого раунда победу одержал боец из красного угла октагона Еркебулан Тохтар. В целом уже, наверное, уходит руки Еркебулана Тохтара, но нужно дождаться еще Азата Максима, который тоже может раньше закончить поединок. 26 секунд деді.
елу 6 секунд, значит 56 секунд, нам нужно было условие закончить за 60, то есть до 60 секунд. Иә, До минуты. 4 секунд тағы да уақыты қосымша болды. Демек, алғашқы үміткер пайда болды деген сөз. Да, да. Андердог тағайындаған арнайы бонусқа. Мне кажется, Сергей Геблан такой цветовоз больше идет. Напоминает мне вот... Таканори Гоми, кажется, вот боец был такой вот в прайде. Помнишь? Жапон спортсына ұқсайды екен, шыны керек. Жапон спортшы, да, даже Таканори Гоми, кажется, такой же. Шашын бояп алғаннан кейін әсіресе, Сергей Геблан запустил карьеру, покрасив свои волосы. Прямо сейчас, после матча интервью. Ассаламу алейкум! Келген қонақтарға, баршаңызға рахмет. Бірінші очередь Әзербайжаннан келген қонақтарға рахмет, қол шапалақтап қойық. Егер бүгін ертең кет қалмайтын болса, 5 бармақ жейік, давай. Мына шашым түсінбей жатқандар бар шығар. Бұл Netflix, бұл Западқа кететін проект. Сол үшін мен шашын боядым. Иншалла, кинода да, мына октагонда да Қазақстанның атын шетелге шығаратын боламыз. Иншалла. Бәріне рахмет. Бонус жігіттер. Азаға, Газикқа, если біздің бауырымыз Аза Мақсым одан бұрын бітірмейтін болса, бонусты иншалла осы екі жігітке, сосын Алишер деген мына апперкотты қойып берген жігітке тоже бөліп берем. Бәріне рахмет. Бонусты командасынан тағат деген ғой. Онда жақсы ниет. $200 $200 За самый зрелищный и